Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге принц және мен басым қайда достар, қараңыздар достар. Бүгін біз достар, каналға тіркелген болсаңыздар, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер, видеоға лайк басып кетіңіздер. Бүгін біз міне қабақтай спортсменнен қашатын боламыз. Қабақтай спортсменнің өзі қайда екенін мен білмеймін, енді бізге осылай қашу керек екен. Қараңыздар, біздің алдымызда бір кішкентай малышонок кетіп баратыр. Мына жақта, сол жақта қабақтай спортсмен. Біздің өзіміздің денемізді көріп тұрғандарыңызда, енді денеміз кәдімгідей бар ғой достар, баршылық қой бізде. Бәрі баршылық. Барлық жерден секіріп өтіп кете береміз достар. Ешқандай жерге қарамаймыз. Алдымызда ана бағанағы баланың артынан қуып жету керек бізге. Еще айтпақшы достар, байқадыңыздар ма, мен осы демалыста шашымды алдырған болатынмын. 2500 теңге алдырдым, бағандай. Көріп тұрсыздар, бір тауын қалдырмай алып тасташы брат деген, сол алып берді до конца соңына дейін. Енді қараңыздар, мынандай үлкен жерлерге мініп жатырмыз. Денеміз одан сайын ірейіп жатқан секілді ма достар, маған қалай солай көрініп тұр. Сіздерге қалай өзіңіз байқап тұрсыздар ма? Білмеймін, әйтеуір маған денем ірейіп кетіп жатқан сияқты болып тұр. Мына жерден кәдімгі биікке секіреді оны. Қараңыздар, мен баспасам да өзі секіріп жатыр. Значит, біз осылай өтіп кететкенбіз ғой мынадан. Міне, былай секіреткенбіз. Тұрамыз да бүйтіп тұрамыз, күтеміз. Қараңыздар, кішкене бір рет секіреді, екіншісінде үлкен жерге секіреді, көрдіңіздер ма достар? Мен соны байқадым. Енді мына полға түсіп кетсек егерде достар, бағанағы қабақ спортсмен бар ғой, қабақ. Сол қабақ спортсмен бізді не істейді, короче айтқанда, қайтадан жүгірткізеді. Қайтадан өткізеді. Мен бағана байқап қалдым. Міне мынау тәтені, мына грушалардан қашыңыз дейді бізге. Грушалардан ешқандай қиындығы жоқ. Мына жерде рингке шығамыз ба? Жоқ, рингке шықпайды екенбіз достар. Бұл жерде ешкім жоқ, өтіп кете береміз, как обычно. Жап-жас ағайларды қойып қойған, бағана қабақтай спортсмен, қабақ спортсмен. Так, мына жерде енді тоқ өткен екен, мына жерден тоқ ұрамыз, қатып қой. Мынаның ауызы деген сасып жатыр ғой. Көрдіңіздер ма достар? Кәдімгідей, мынаны қараңыздар. Ауыз деген кәдімгідей асқазанына кіріп кеттік қой, не істейсіз достар? Бағананың мынау фастфудтан тойған ғой, көрдіңіздер ма? Бағананың қарына кіріп кеттік біз. Қарны не үшін дәу десеңіздер, міне осы себепті дәу. Сондықтан достар, фастфуд тағамдарын жегенде абай болыңыздар. Омыртқасын қараңыздар достар. Шүлдеген омыртқа деген, омыртқасы енді кішкентай екен. Құдай сақтасын, омыртқа қалай көтеріп тұр, соншама салмақты. Жерді көрдіңіздер ме? Қан ғой, қанға толған достар. Қаны ғой енді, мынау не? Мына жерін білмеймін, не екен, тез шығып кетіп, тез жүгіріп жатырмыз достар, қараңыздар, байқап тұрсыздар ма кәдімгі? Қараңыздар достар, білмеймін, телепортация жасап жібере берген. Туалет? Достар, бізді шығарып тастады ма, не істейді? Кешіріңіз дейді. Біз сонда мына ішіне кіріп шықтық па достар? Базар жоқ енді, мынау ішак екен енді, не болды? Отморозок. Қараңыздар, не дейді, ешқандай не істейміз дейді, шомыламыз дейді достар. Біз ананың ішіне кіріп шыққан болып тұрмыз осында, получается, ё-моё. Бәсе, бағана фастфудта аузына кіріп кеттік қой бағана достар. Қалай, не үшін десем, сразу қап-қараңғы қылып тастады ғой, көрдіңіздер ме? И потом шыққан кезде қайттан қап-қараңғы қылып тастады. Не үшін деп қоямын? Адам емес екен, не болса да. Мына жерде шомылдық қой, көрдіңіздер ме достар, кәдімгідей шомылып, енді білмеймін, мен тазарған секілдіміз енді. Енді адам емес екен, анау қарны қабақтай. Не үшін қабақтай десем, адамдарды прямо ішіне кіргізіп шығарады екен ғой достар. Мынау не, біз бағанаға да смело сырғанап кетті. Біз денеміздің качоқтығына байланысты мынаның ішіне сыймай жатырмыз ғой достар. Дауысын қараңыздаршы, біз суға көмбет түсіп кеткен секілді. Бірақ мынау жарты белімізге де келмейтін. Қараңыздар, жарты белімізге де келмейді ғой мен деген качоқтығым соншалық. Сеткіден кейін секіре алмай қалдық енді. Так, не дейді мына жерде? Мынандай секіріп жүгіріп өту керек екен достар, қараңыздар. Біз енді бұндайлардан смело болып кеткенбізге, паркур деген мен үшін ештеңе емес. Roblox ойнап уже профессионал болып кеттік қой біз бұндайлардан. Так, ең биік үлкен жерге секір дейді. Тез үлкен жерге секір дейді. Ничего, жақсы, ештеңе етпейді, қатты биікке секірген жоқпыз. Енді не болады екен достар? Қараңыздар, биіктігін қараңыздар, биік жерге мінеміз, не істейді екенбіз бұл жерде? Ё-май достар, қараңыздар, биіктігін қараңыздар, кәдімгі качок бізге қараңыздар. Түсіп кеттік. Ештеңе етпейді, қараңыздар, артымыз енді деген бұлшық ет болып жатыр ғой, бұлшық ет болып жатыр, қараңыздар. Төбеге
Қараңыздар, бандиттерден алмай ya достар, принципін қачып кәдімгідей қанша жыл тренировка жасаған екен. О, вертолет бізді күтіп тұр, значит біз қаштық па уже. Вертолетке отырыңыз, парашютпен секіресіз дейді ғой. Біз тағындай тағы бір қарынға бірдеңе кіргізіп жібермей екен. Жоқ. О, қараңыздар, парашютті алып секір дейді. О, достар, қараңыздар, парашют алмай жатыр. Но білесіздер ма, GTA-да осылай тұратын еді ғой, естеріңізде ма? Так, бауырым, қош сау бол, короче, мен кеттім. Короче, достар, қараңыздар, төбеге қарай кәдімгі кетіп баратын парашюттен алып тастасақ не болады екенбіз? О, қараңыздар, дым болмайды кәдімгі, бірақ кішкене қаттырақ тез түсеткенбіз. Енді ана төрт бір жерге түсу керек қой бізге. Қараңыздар, денеміздің качоктығын енді аспанда деген кәдімгі қалқып тұрмыз ғой, мына парашют деген. Бір қызығып парашют екен өзі де, достар. Сіздер де қызығып тұрсыздар ма? Так, достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Видеоға лайк басып кетіңіздер, ұнап жатса комментарий жазып кетіңіздер. Қараңыздар, мынаны дейді алдап түсеміз ғой осылай. Жай түстік. Так, мына үйлерде бірдеңе істейді. Дәл үстіне түстік қой достар, көрдіңіздер ме? Дәл үстіне түстік. Мына үйлерде бірдеңе істейтін болып тұрмыз ғой біз достар. Білмеймін, енді бірдеңе істеуіміз керек. Білмеймін, бұл жерде не істейміз енді. Так, достар, егер де видео қызық болып жатса, видеоға лайк басып кетіңіздер. Егер де осы видео қызық болып жатса, каналда Маша мен Аюдың телехикаясы деген видеолар бар, сол видеоларды көріңіздер. Принцтің оқиғасы бар, сондай қызық видеолар бар. Видео аяғына кеп қалды достар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар рахмет. Біз енді соңына дейін қаштық, әрі қарай мен басқа жаққа бара алмадым, мына үйлердің біреуіне кіре алмадық. Так, достар, видеоға, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Қызық болып жатса, басқа видеоларда көріп кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар. Келесіде қандай видео керек, сонда жаза кетіңіздер.